Ораза айт жақындаған сайын бұл күні қандай амалдар істегеннің сауабы болатыны жайлы сұрайтындар қатары көбейе түседі. Ораза айтындағы мұсылмандардың жасалуы тиіс амалдар ол алдымен пітір садақасын беру. Пітір садақа Рамазан айында, яғни Рамазан айы басталғаннан бастап айт намазына дейінгі аралықта берілуі қажет. Егер пітір садақасын бермегендер болса, бірінші кезекте айт намазына дейін пітір садақасын беруі тиіс. Айт намазынан кейін берілген пітір садақа жай садақа болып саналады. Пітір садақасы мұсылмандарға хижра жыл санауы бойынша екінші жылы Шағбан айында парыз болды. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүбәрак хадисінде келген. Пітір садақасының мөлшері жыл сайын шариғат бекітілген азық-түліктердің бағасына байланысты өзгеріп отырады. Айт күндері такбір, яғни Алланы ұлықтау заңдастырылған амалдардан. Алла тағала Құран кәрімде сендерді тура жолға салған Аллаға шүкіршілік етулерің үшін санын толтырыңдар, әрі Алланы ұлықтаңдар. Имам Аз-Зухри былай деп баяндайтын: адамдар такбірлерді айт күні үйінен шығар кезде намаз орындалатын жерге барғанға дейін және имам көрінгенге дейін айтатын. Ал имам көрінген кезде олар имам такбір айта бастағанға дейін тынышталатын. Ал содан соң олар тағы да такбір айтатын. Айт намазын оқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиетінде айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу делінген. Айт намазы дінімізде уәжіп амал болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Ислам кез келген мерекенің ғибадаттармен өтілуін құптайды. Сондықтан айт мерекесі арнайы ғибадаттармен басталады. Айт намазы үшін азан айтылып, қамат түсірілмейді. Намазға бет алған кезде бір жолмен барып, екінші жолмен қайту сүннет болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүбәрак хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айт күні мешітке барған жолмен қайтпай, басқа жолмен қайтатын. Намазға шығар алдында құрма жеп шығу. Сүннет бойынша мұсылман адам намазға шығар алдында құрма дәмінен ауыз тию керек. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның оразаның аяқталып айт күндері басталғаны жайында берілген белгісі. Жаңа киім кию, ғұсыл құйыну, әтірлену. Бұл ұлық мерекеде мұсылман адам шамасы келгенше мешітке жаңа киім киіп, әтірленіп барғаны абзал. Имам Малик мен ғалымдардың айт күндерінде жасанудың және хош иістен жағудың абзал екендігі туралы айтатынын естігенмін дейтін. Дегенмен жібек матадан ер азаматтардың бойын аулақ ұстағаны жөн. Қуаныш, шаттық көрініс табу. Айт барша мұсылмандардың мерекесі болғандықтан, оны еңбектенген баладан еңкейген шалға дейін сезінуі тиіс. Сыйлықтар таратылып, мерекелік мәдени шаралар ұйымдастыруы абзал амалдардан. 100-ден аса ұлт өкілі тұрып жатқан елімізде әрбір азамат осы мерекенің лебін сезінуі қажет. Ұлтаралық, дінаралық байланыстарды күшейту мақсатында айт мейрамына орай құттықтаулар таратылып, арнайы дастархандар жайылады. Бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер, сүйіспеншіліктерің артады деген хадистегі негізгі алған қазақ даласында қонақ кәдесі, сүйінші байғазы, тағы басқа адамдарды жақындыққа апаратын амалдар көп. Солардың бірі айттық сұрау. Айт мерекесімен құттықтап, айттық сұраған жанды қазақ бетін қайтармай, қолда бар сыйлықтарын аямаған. Міне, бұл ғасырлардан өте дәстүрге айналып, бүлдіршіндер үшін айттың бір керемет көрінісі болып есте қалған. Ораза және құрбан айт күндері ораза ұстауға болмайды. Қуаныш пен шаттыққа толы бұл қос мейрамда мұсылмандар ораза ұстамайды. Бұл туралы Абу Саид әл-Худри былай деп баяндаған: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдарға ораза айт пен құрбан айттың екі күнінде ораза ұстауға тыйым салатын. Мұсылмандардың бір-бірін құттықтауы. Намаз біткен соң мұсылмандар қол алысып, төс қағысып, бір-бірін айт мерекесімен құттықтайды, жасыл тілектерін айтады. Ренжісіп қалған ағайын туыс, жора жолдас бір-бірінен кешірім сұрап жарасады. Ал әйелдер қауымы үйде қазан асып, дастархан жайып, айттық шай әзірлейді. Көрші-қолаң бір-бірінің үйіне кіріп, дәм ауыз тиеді. Шаңырақ иесіне аман саулық деп айтпен құттықтайды. Хадисте келгенде айт күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға былай деп айтқан: ей адамдар, бұл күні сәлем жайыңдар, тамақтаныңдар, достық қатынасты күшейтіңдер және адамдар ұйқыда болған кезде намаз оқыңдар, еш алаңсыз жәннатқа кіресіңдер деген.
Сол секілді өзі жақсы көрген бауырын айт күні зиярат етуі мұсылман адамды үлкен сауапқа кенелтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде бірде-бір адам айт күні көрші ауылдағы досын зиярат етуге жолға шығады. Жолда оған Алла періште жіберіп, ол адамнан қайда бара жатырсың деп сұрайды. Ол: бұл ауылда бір бауырым бар еді, соған бет алдым. Періште: бір шаруаң бар ма еді ол адамда? Ол: жоқ, мен оны Алла разылығы үшін жақсы көрем, сол үшін дейді. Сол кезде періште: Алла мені саған жіберді, сен ол адамды жақсы көргенің үшін Алла да сені жақсы көрді дейді. Әсіресе осы мереке күні аталған ата-анаға деген мейірімділік, оларға сый-сияпат жасау игі амалдардан болып табылады. Ораза күні қайыр жақсы амалдар күні болғандықтан жетім жесірлер, кедей кемшіктер жомарт, рақымды жандардан мейірім лебін сезгісі келетіні анық. Осы күндері төмендегі амалдарды жақсылық жасаған абзал. Жесір әйелдер мен міскіндерге көмектесу, үйлерін қуанышқа бөлеу. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайрадан келген хадисінде жесір әйелдер мен міскіндерге жәрдем еткен адам Алла жолында жихад жасаған адаммен бірдей делінген. Қорыта келе, айт мерекесінің басқа мерекелерден ерекшелігі қуаныш, шаттықпен бірге Аллаға деген құлшылықтың қатар жүруінде. Суып бара жатқан туыстық қатынастардың қайта жандануы, ашу, ыза, көрнерген жүректердің жібіп, Алланың рақымын талап етуі, өмірді қайта саралауға мүмкіншілік алу, өмірдің мәнін түсініп, Аллаға деген құлшылығын күшейту. 30 күн оразаның бір айты бар, әр қылған жақсылықта бір қайты бар деп атамыз қазақ бекер айтпаған. Осындай ұлы күндерімізді ұлықтайық. Ораза айт мерекесі күні сәресіге тұрып, ауыз бекіту қажет па? Мұсылмандар арасында ораза айт намазына барарда әдеттегідей сәресі ішіп, ауызды бекітіп бару керек деген мәлімет кең таралған. Алайда айт күні Рамазандағыдай сәресі ішудің қажеті жоқ. Шариғатымызда мұндай міндет жоқ. Тек айт намазына шығарда тақ санды 1, 3, 5, 7 құрма жеп шығу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті болып табылады. Егер кімде-кім сәресі ішкен болса, немесе айт намазы алдында